Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар? Жұлдызнамалар сыры подкастының бүгінгі шығарылымына қош келдіңіздер. Бүгін біз жұлдызнамалардың тарихы, түрлері және олардың қазіргі қоғамдағы рөлі туралы әңгімелесетін боламыз. Және оның құпияларына үңілмекпіз. Менің есімім Аружан. Сәлем достар, менің есімім Қарақат. Жұлдызнамалар көптеген адамдар үшін қызықты тақырып болып табылады. Бүгін осы тақырып жайлы жан-жақты талқылайтын боламыз. Баршаңызға сәлем, менің есімім Динара. Подкаст барысында қызықты фактілер, әзіл-күлкі және терең ойлармен бөлісеміз деп үміттенемін. Ал ендеше бастайық. Жұлдызнама адамның туған күніне байланысты оның мінез-құлқы, болашағы туралы болжам жасайтын астрологиялық жүйе. Оның тарихы ежелгі Месопотамия мен Египеттен бастау алады. Кейінірек бұл ілім Грекия, Үндістан және Қытайда дамыды. Әр мәдениетте жұлдызнамалар әртүрлі қалыптасқан. Мысалы, Қытай жұлдызнамасы 12 жылдық циклге негізделсе, батыс жұлдызнамасы 12 айлық циклге негізделген. Осы орайда менің миыма бір сұрақ келіп тұр. Сендер жұлдызнамалардың қандай ерекшеліктерін білесіңдер? Ең танымал жұлдызнамаларға батыс, Қытай және үнді жұлдызнамалары жатады. Батыс жұлдызнамасы 12 зодиак белгісінен тұрады, әрқайсысы айдың белгілі бір кезеңіне сәйкес келеді. Қытай жұлдызнамасы 12 жануармен белгіленген, әр жылға 1 жануар сәйкес келеді. Ал үнді жұлдызнамасы мен ведикалық астрологияда 12 белгіге бөлінген, бірақ олар сидериялық зодиакқа негізделген. Енді жұлдыз белгілерінің ерекшеліктері туралы қысқаша айтып өтсек. Тоқты 21 наурыз бен 19 сәуір аралығында. Тоқтылар жігерлі, қайсар және батыл келеді. Олар өмірге құштар, жаңа бастамаларға дайын тұрады. Дегенмен кейде шыдамсыздық пен ызақорлық танытуы мүмкін. Торпақ 20 сәуір мен 20 мамыр аралығында. Торпақтар сенімді, тұрақты және еңбекқор. Олар материалдық құндылықтарды бағалайды, әдемілікті сезіне біледі, алайда қырсықтық пен иелік етуге бейімділік байқалуы мүмкін. Егіздер 21 мамыр мен 20 маусым аралығында. Егіздер икемді, әңгімешіл және зерек. Олар жаңа ақпаратты тез меңгереді, көпшіл келеді, бірақ кейде тұрақсыздық пен шешімсіздікке ұшырауы мүмкін. Шаян 21 маусым мен 22 шілде аралығында. Шаяндар сезімтал, қамқор және интуитивті. Олар отбасына жақын, жақындарына жанашырлық танытатын жандар. Дегенмен кейде көңіл-күйдің ауытқуына бейім болуы мүмкін. Келесі Арыстан. Арыстан бұл 20 шілде мен 22 тамыз аралығында. Арыстандар көшбасшы, жомарт және шығармашыл. Олар назарда болғанды ұнатады, өзіне сенімді. Алайда тәкаппарлықты, өзімшілдікке бой алдыруы мүмкін. Бикеш 23 тамыз және 22 қыркүйек аралығында. Бикештер талғампаз, ұқыпты, аналитикалық ойлауға қабілетті. Олар тәртіп пен тазалықты бағалайды, бірақ кейде шамадан тыс шыншылдық пен алаңдаушылық танытуы мүмкін. Таразы 20 қыркүйек және 22 қазандар аралығында. Таразылар әділ, сыпайы және үйлесімділікке ұмтылады. Олар әлеуметтік қарым-қатынастарды бағалайды, дипломат қабілеттері де жоғары. Дегенмен шешім қабылдауда қиындықтар мен тұрақсыздыққа бейім болуы мүмкін. Саршаян 20 қазан және 21 қараша аралығында. Саршаяндар құмар, табанды және терең сезімтал. Олар мақсаттарына жетуде табандылық танытады, алайда қызғаныштық пен кекшілдікке бой алдыруы мүмкін. Келесі бізде бұл мергендер. Мергендер 22 қараша мен 21 желтоқсан аралығында. Мергендер оптимистік, еркіндікті сүйетін және философиялық ойлауға бейім. Олар саяхаттауды, жаңа білім алуды ұнатады, бірақ кейде асығыстық пен жауапсыздық танытуы мүмкін. Тауешкі 22 желтоқсан мен 19 қаңтар аралығында. Тауешкілер жауапты, тәртіпті және мақсатқа ұмтылғыш. Олар еңбекқор, табанды келеді. Дегенмен кейде қаталдық пен пессимизмге бейім болуы мүмкін. Су құйғыш 20 қаңтар мен 18 ақпан аралығында. Су құйғыштар жаңашыл, тәуелсіз және гуманитарлық көзқараста. Олар ерекше идеялар мен жобаларды ұнатады, бірақ кейде эмоциялық салқындық пен тұрақсыздықты танытуы мүмкін. Балықтар 19 ақпан мен 20 наурыз аралығында. Балықтар сезімтал, мейірімді және қиялшыл. Олар өнерге жақын, интуициясы жоғары, алайда кейде шындықтан қашуы мүмкін, шешімсіздікке бейім болуы мүмкін. Көптеген адамдар жұлдызнамаларды қызығушылықпен оқиды, себебі олар өздерін және айналасындағы адамдарды жақсырақ түсінуге тырысады. Кейбіреулер үшін бұл көңіл көтеру құралы болса, басқалар үшін өмірлік шешімдер қабылдауда бағыт-бағдар ретінде қолданылады. Менің ойымша жұлдызнамалар тек көңіл көтеру құралы ғана емес, өзімізді тануға көмектесетін құрал болып қала береді.
Әр таңдалған белгі арқылы адамдар өздерінің күшті және әлсіз жақтарын түсінуге ұмтылады. Дұрыс айтасың, Аружан. Көп адамдар әр таңғы уақытта жұлдызнамаларды оқып, болмаса тыңдап, күннің қалай өтетінін болжай алады. Бұл кейде олардың психологиялық жағдайына оң әсер етеді, өздеріне деген сенімділікті арттырады. Кейбіреулер оны жай қызық ретінде қарастырса, ал басқалары өмірлік шешімдер қабылдауда нұсқау деп санайды. Біздің пікірімізше, жұлдызнамалар бұл өзімізді тануға, өмір сүрудің түсіндіруге бағытталған бір құрал. Жұлдызнамалар адамның мінез-құлқы мен тұлғалық ерекшеліктеріне әсер етуі мүмкін деген пікір бар. Сендер осы ойды қалай бағалайсыңдар? Менің ойымша, жұлдызнамалар тек символикалық мағынада әсер етеді. Адамдар өздерін сол белгілер арқылы түсінуге тырысады, бірақ әрине әрбіріміздің өмірімізде өзіміздің еркіміз бар. Иә, бізді қалыптастыратын көптеген факторлар бар. Отбасылық орта, білім, тәжірибе. Жұлдызнама бізге кейбір кеңестер бере алады, бірақ шын мәнінде әркім өз өмірін өзі құрайды. Дәл солай қарақат, жұлдызнамаларды оқып өзімізді тануға тырысу қызықты іс, бірақ оны өмірлік шешімдердің жалғыз негізіне айналдыру дұрыс болмайды. Құрметті тыңдаушылар, бүгін біз жұлдызнамалардың тарихы, ерекшеліктері және қазіргі заманға әсері туралы әңгімелестік. Әр белгінің өзіндік мәні мен құпиялар бар екен сөзсіз. Құрметті тыңдармандар, егер сіздердің жұлдызнамаларға қатысты сұрақтарыңыз немесе ұсыныстарыңыз бар болса, бізге пікір жаза аласыздар. Келесі шығарылымдарда осы және басқа да қызықты тақырыптар талқылайтын боламыз. Бүгінгі подкастымызды тыңдағандарыңыз үшін рахмет. Келесі кездескенше сау болыңыз.